Роман Насиров пей бойынша сезодан чықты 100 миллион гривнаны Девлет малие қызметінің сабық башы үшін оның апайы төледі. Бұны мақсулаштырылған қабаржылыққа қаршы прокуратурада білдірділер. Енді Насиров бірінші талаплары елі тақиқатчыларға келмелі. Электрон білезлікні тақмақ ве Киевні изынсыз қалдырмамақ бұлыну верінің денішмесі қында білдірмек. Бұйыш бойынша шекленген дегер инсанларнен қонышмақ ве миграцион қызметке өз паспортыны бермек керектір. Акс алда прокурорлар тевқифны талап етежек. Евел махкеме Насировға 60 күнлік апиш жазасыны белгіледі. Йоқса 100 миллион гривна мехдарында пейнін берілмесіні. Прокуратураның малюматына көре Насиров қачақ депутат Аниченкаға алақасы олған шіркетлерге бергі боржылары ақта янлыш малюматны берген. Бөлеже Девлетке 2 миллиард гривналық зарар кетірілді. Я ніколи не збирався тікати. Kaçmağa niyetim hiç yok idi. Buna endi delil yeterlidir. Mında olacağım ve evde bulunacağım desem olur. Tam yemeğini hazırlayacağım.